Ендігі кезекте том ям, яғни Таиланд елінің ұлттық тағамның бірі том ям жасайтын боламыз. Өте дәмді, нағыз оригинал рецептісі қыздар. Алдымен бізге имбир керек, одан кейін 1 пияз, 3 шампиньон, 3-4 шампиньон және де корнишон, осылай 7-8 штук. Одан кейін тауықтың төс еті 400-500 грамдай. Одан соң кинза, ащы бұрыш және де лайм керек. Ащы бұрышты, ащыны жақсы көрсеңіздер, 4 штук ащы бұрыш қоссаңыздар болады. Және де осылай міндетті түрде том ям деп аталатын том ямның өзінің соусы керек қыздар. Оны Каспийден заказ берсеңіздер болады. Алдымен имбирді өте ұсақтап емес, майдалап турап аламыз. Одан кейін кастролямызға кинзамызды саламыз және де имбирді салып жарты сағаттай қайнатамыз. Ал бұл жерде қалғандарын барлығын турап дайындап қойып жатырмын. Тауықтың төс етін ұзыннан тураймыз. Майымызға кішкене май құйып, тауықтың төс етін алдымен 1-2 минутта жақсылап қуырып аламыз. Одан соң пиязымыз салып, тағы да пиязымыз қызарғанша қуырамыз. Одан кейін шампиньондарды саламыз. Шампиньонды ірі емес, майда емес, кішкене орташа мөлшерде тураңыздар қыздар. Одан кейін осындай том ям деп аталатын соусы. Бұл нағыз том ямның соусы, немесе басқа түрінен алсаңыздар да болады. Сыртында осылай том ям деп жазулы тұр. 2 пачкасын қолдандым мен қыздар. Дәміне қарай тұзын және де ащы бұрышын салдым. 2 штук ащы бұрыш, ащылығы орташа мөлшерде болады. Және де ең соңында кокосовое молоко, фотосын барлығын бөлек салатын боламын, құйып жібересіздер. 20 минуттан кейін қыздар қайнап шыққаннан кейін суымызды ешқандай имбирі қалып кетпеу керек. Біздің том ямның үстінен құйып аламыз да лаймның жартысын жақсылап сығып аламыз. Дайын болуына 5 минут қалғанда біздің черри помидорымызды ортасынан бөліп, тағы да 5 минуттай қайнатамыз. Қыздар, бұл суп қатты сылдыр су болып кетпеу керек қыздар. Өздеріңіз дәмін байқасаңыздар, кішкене ғана қою бір мягкий дәм және де ащылау дәм болады. Егер ащы болмайтын болса, ащыны мүлдем қоспай ішуге де болады. Бірақ том ям нағыз оригинал рецептісі өте ащы болады қыздар. Қасына күрішті пісіріп, осылай күрішпен бірге ұсынасыздар. Кез келген күріштің түрі жарайды. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Дайындамастан бұрын түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса сұраңыздар, жауап беремін. Егер бұл супты татып